Еңбек ауылы маға мынау? Мынау еңбек ауыл. Бұрынғы көне еңбек дейді. Берді Бізде еспізге көне еңбек деді. Қазір еңбектің тұрған жері орыс поселкесі, Майсеевка дейтін. Анаяқ ауыл, иә? Тұрған ауыл солай. Майсеевка дейді. Негізі қоныс неткен біздің аталардың қоныс жері осы жері болған. Тайтайлар. Ана орыстар былай қарай несі айқай шығарған. Мынадан граница салған, ор қазып дейді. Мал кіргізбеген. Мал кіргізбеген, айқай шығарып, не шығарып. Мына жерде көне қолтастар жоқ. 1900-ден бері қарай тұр келе қолтастарша. Значит, тайтайлардың 1800-де мекен еткен басқа жаңағы қыстағында ма, олаларын тауып алу керек бұйырса. Олар енді жемнің бойына бері қарай келді ғой енді. Жем бойында. 1900 жылдардан бастап қасқыр ветандар да сол уақытта келген ғой. Мен Тауман атам осы жерде жатты дейді. Мен негізі бірақ оны қай жерде екенін білмейміз дейді. Осы Жәмила әжемнің айтқаны атамның тірі кезінде үлкен ауылдың үлкен ақсақалдары қайтыс болғаннан кейін үлкен ақсақалдар алып кетті. Көмуге ол кезде әйел адамдар бейіттің басына бармайды дейді. Қазір де бармайды ғой. Қазір де бармайды ғой, бірақ дей тұрғанмен артынан сол басы ішіне қарайтын болғасын білінбей қалған ғой. Қасқыр ветанның жатқан жерін жаңағы атам өсиеттеп кеткесін ол нақты жерін білеміз де. Оны сол баяғыда өсиеттеп өткесін былтырлары емес, бұрнағы жылы біз карантиннің аяқ жағына жаман басын қарайттық, былтыр сол ағайын туман жинап асып бердік қой. Ол кісілердің басында темір ғайыппен қоршап, сол атамның айтуы бойынша қағазға түсіріп кеткен. Оларды нақты ұмытып қалып тұрмын. Үш адамның аты бар. Бір әйел адам, Жайбасқан деген шешейі бар. Сосын негізі Қасқырбай атамның жаңа қасқыр соққаннан кейін жеңгелерін қойған аты Қасқырбай дейді. Негізгі айтылған жаңағы азан шақырып қойған аты Әбдірахман деген кісі дейді. Негізі жаңағы қазіргі тілмен айтқанда кличкасы Қасқырбай болған. Негізгі аты Әбдірахман дейді. Сол қасқыр аулаған ба, қасқыр. Онда міне соған байланысты айтылған әңгіме. Осы ара қалың тайтай қоныстанған. Қасқырбайға да соғып кетті. Жаңа мына ойылдың бойы баратын жер ол Бердібайлар. Ол кілең Бердібайлардың несі болған. Мына кілең тайтайдың бір аталықтар осылай қоныстанған. Міне ана қазір баратын жеріміз ана Қарабұлақ дейміз, қоңырлар қоныстанған міне. Мынардан 15 жыл бойда. Осы мына бағытта міне күншығыс бағытта. Бір шамал бар несі көрінді. Осы ара қоңырлар қоныстанған. Мынадан жаңағы где-то 17 шақырым жер Айтектердікі. Әр жағында. Әр жағында. Темір өзенінің басы. Мына ойлы Қанкөшек деген жер. Қанкөшек деген жер. Мынадан жалпы Бұрма дейді. Бұрма деген міне нефтекашпен басталады осы араны. Осы араны Бұрма деген. Ойлы өзенінің басы ғой. Осы Ойлы өзенінің басы. Жырман қаяқта? Жарма дейді. Осы ара міне мынараң бәрі жарма дейді. Бұрма. Мынара Бұрма деп айтады осы. Осы ара Бұрма дейді. Сарытөбе? Сарытөбе әр жағында мына. Қоңғылдықтың әр жағында. Қанкөшек жаңа Айтектердің несі ме? Айтектер. Ол Қанкөшек дейді. Осы ара Бұрма дейді. Жаңағы өлеңдерде бар ғой. Төрт тепердің жаңағы қоныстанған жері деп осы сақтаған бәбудің осы айтқан. Бердібайың осы мына арада бір-екі шақырым жер. Жоланың міне бауырлардың отырған жері. Оларды да біз нақты білмейміз, үлкен мына бір нелер жарылмаған бейіттер бар. Тастанғаланған бейіттер көп біздің тұрған жерде. Негізі айтады енді ол жерде ең үлкені Шернияз деген әулие жатыр деп. Жаңа айтады ғой түнде бір мына сүйек постыру бере ма жарық болып жанып тұрады. Түнде жарық болып жанып тұрады, кей күндері жұма күндері жанады деп айтады бұрынғылар. Қазір енді біз оны байқамаймыз, бармаймыз. Білмеймін, өзінің уақыты бола ма, онан қармаймыз ба, соған байланысты сол Шернияз деген әулие жатыр соларда дейді. Ол жоланнан шыға ма? Жоланнан шығады. Әр қауымға барғанда әр